Бүгін Алматы қаласы Алатау ауданындағы нөмірі 150-ші балабақшада алғыс айту күніне орай мерекелік іс-шара өтті. Наурыздың 1 көктемнің алғашқы күні және алғашқы мереке алғыс айту. Ендеше бүгін ел болып осы мерекені тойлап жатыр. Соның бірі аталмыш балабақшада өткен мереке. Жүздері бал жанған ата-аналар төс қағыса амандасып, көктемге аман есен жеткенімізге шүкір десіп, бір-біріне деген ыстық ықыластарын білдіріп жатты. Мерекелік ертеңгілікте ата-аналар балаларының өнерлерін сүйсіне тамашалады. Ал жүректері қуанышқа, жүздері нұрға толған бүлдіршіндер ата-анасының алдында өнер көрсеткенді мақтан көретіндей. Бірі тақпақтарын дауыстап айтып, енді бірі көтеріңкі көңіл күйде ән шырқады. Мың алғыс сізге ана, мың алғыс сізге әже деп ұрандатқан бүлдіршіндер өз ата әжелеріне деген махаббаттарын, гүл шоқтарын сыйлап, жүрек жарды тілектерімен жеткізді. Сіздерге алғыс айтам. Бүгінгі іс-шарада аналар мерекесімен құттықтауды да қалыс қалдырмапты. Ата-аналар мен балалар балабақша ұжымына алғыс айта отырып, алдағы келе жатқан 8-ші наурыз халықаралық әйелдер мерекесімен де құттықтады. Бүгінгі көктемнің алғашқы күні мерекесімен алғыс айту күнімен сіздерді құттықтаймыз. Дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық тілейміз. Мына көктемнің жарқыраған күнінде көңілдеріңіз жаймашуақ, армандарыңыз асқақ болсын деп тілейміз. Бүгінгі алғыс күніне орай бізге және де аналар мерекесіне қарай ұйымдастырып жатқан мерекелеріңіз үшін өте рахмет, өте жоғарғы дәрежеде болды деп айта аламын. Бүгін ұлым көрсеткен өнеріне тәнті болып, жақсы көңіл күймен шығып бара жатырмыз. Жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілер шағында құлпырған көктемге жетіп, осындай мерекелерде бой көрсету адам баласына керемет сезім сыйлар сөзсіз. Балабақша меңгерушісі Салтанат Әбдіжаппарова қанатының астындағы балапандарына өз ризашылығын білдірді. Көктемнің алғашқы күні 1 наурыз елімізде жалпы халықтық мереке алғыс айту күні. Сондықтан да бүгінгі балабақшамызда ауқымды іс-шарамыздың тақырыбы айналайын ақ анам атты ертеңгілігіміз өтті. Біздің мақсатымыз кішкентай бүлдіршіндерімізді жастайынан ата-анасын сыйлауға, ата-әжесіне қамқор болуға, ізетін көрсетіп, көмек беріп, және де күнделікті алғыс айту мақсатында ұйымдастырылып отыр. Сондықтан да барша халықты бүгінгі алғыс айту күнімен шын жүрегімізден құттықтаймыз. Мереке құтты болсын.